Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы Қазақстан тәуелсіздік жолында ұлттық мемлекет идеясының қалыптасу кезеңдері. Дәрісіміздің сұрақтары: бірінші, 20 ғасыр басындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы. Екінші мәселе: 1905-1907 жылдардағы бірінші орыс революциясы және қазақ зиялыларының қалыптасуы. Үшінші мәселе: бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Қазақстан және Қазақстандағы 1916 жылғы көтеріліс. Төртінші мәселе: Ресейдегі ақпан буржуазиялық демократиялық революциясы және оның Қазақстанға әсері. 20 ғасырдың басында Қазақстан территориясы екі генерал-губернаторлыққа бөлінді. Ол біріншісі Түркістан генерал-губернаторлығы, орталығы Ташкент қаласы, және далалық генерал-губернаторлығы, ол орталығы Омбы қаласы болып табылады. Түркістан генерал-губернаторлығына Жетісу және Сырдария облыстары қарады, ал далалық генерал-губернаторлыққа Семей облысы, Ақмола облысы, Торғай облысы және Орал облысы қараған болатын. 1897 жылғы бүкілресейлік халық санағының мәліметтері бойынша Қазақстанда 4,8 миллион адам өмір сүрген болатын. Соның 88-82% қазақтар болды. 1914 жылға қарай жалпы халықтың саны 5,9 миллион адамды құрады, оның 65% қазақтардан құралды. Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты 20 ғасырдың басында үдей түскен болатын. Мысалы, 1862 жылы Жетісудағы шаруаларды қоныстандыру туралы арнайы жарлық шықты. 1883 жылы Шығыс Түркістаннан Жетісуға қоныс аударған ұйғырлар мен дүнгендер орналасу туралы арнайы ереже шыққан болатын. 1886 жылы Түркістан өлкесін басқару және жер салық өзгерістерін енгізу туралы арнайы жарлық шықты. 1889 жылы село тұрғындары мен мещандарының қазыналық жерлерге өз еркімен қоныс аудандыру туралы ереже шықты. Одан кейінгі ереже 1891 жылы Ақмола, Семей, Жетісу, Орал, Торғай облыстарын басқару туралы арнайы патша үкіметінің ережесі шыққан болатын. Осы ережелердің барлығы патша үкіметінің отарлық саясатын күшейте түсті. Ресей империясының отарлық саясатын күшейе түсуі: 1895 жылы далалық өлкеде 20% болса қоныстандырушылар, 1917 жылға қарай олардың пайызы 42%-ға өсті. Түркістанда ғасыр басында 3,17% болса қоныстанушылар саны, оның саны 1917 жылға қарай 7,9%-ға өскен болатын. Сонымен қатар, патша үкімет тарапынан тартып алынған жерлерге келетін болсақ, ғасыр басында 4 миллион, 1906-1912 жылы 17 миллион, ал 1917 жылға қарай 45 миллион десятина жер тартып алынған болатын. Казачествоның құрамын айтатын болсақ, ғасыр басында 500 мыңдай адам казачество болса, 1917 жылға қарай олардың саны 1 миллион 11 мың жанға көбейген болатын. 20 ғасыр басында Қазақстандағы өнеркәсіп түрлері: тау-кен өндіру, орталық шығыс Қазақстанда мыс, алтын, көмір, батыс Қазақстанда мұнай өндіру өрісі қолға алынған болатын. Ауыл шаруашылық шикізаттарын, былғары, сабын, май зауыты және қайта өңдейтін зауыттар ашылған болатын. Тұз өндірісі батыс Қазақстан және шығыс Қазақстанда дамыды. Сонымен қатар фабрикалар мен зауыттар, атап айтсақ, жүннен жасалған фабрикалар, ет, консерві зауыттары жұмыс істеген болатын. 1905-1907 жылдардағы бірінші орыс революциясы 1905 жылғы қанды жексенбіден басталды. Бірінші орыс революциясы бұл 1905 жылдың қаңтарынан 1907 жылдың маусымына дейін Ресей империясында орын алған болатын. Бұнда саяси ұрандар мен жаппай демонстрациялардың басталуына серпіліс қанды жексенбі болды. Санкт-Петербургтік империялық әскерлер 1905 жылы 9 қаңтарда діни қызметкер Джордж Гапон бастаған жұмысшылардың бейбіт ереуіліне оқ атқан болатын. Жұмысшылар шеруі 1905 жыл 9 қаңтар, суретте көріп отырғандарыңыздай. 1905-1907 жылдардағы революция себептері: біріншіден, императордың абсолютті билігі. Екіншіден, аграрлық мәселенің шешілмеуі. Үшіншіден, зауыттар мен фабрикалардағы жұмысшылардың ауыр жағдайы.
Одан кейінгі мәселе жер мәселесі. Тұрғындардың азаматтық және саяси бостандықтардың болмауы. Сонымен қатар осы жылдары болып өткен орыс-жапон соғысы және де ұлттық мәселенің дер кезінде шешілмеуі болып табылатын. Бірінші орыс революциясының қазақ халқына тигізген ықпалы. Орал, Перовск, Түркістан, Шалқар теміржолшылар әлеуметтік жағдайларын жақсарту талабына қатысты өз ереуілдерін жасаған болатын. Қазақ зиялылар Ресей империясының өкілетті органдарына маңызды проблемаларды, жерге қатысты мәселелерді батыл түрде қоя бастады. Қазақ халқының сана сезімін арттыруға, өлкедегі демократиялық қозғалыс дамытуға ықпал еткен болатын. 19 ғасыр аяғы мен 20 ғасырдың басында қазақ өлкесінде интеллектуалды дамудың жаңа кезеңі басталған болатын. 20 ғасыр басында қазақ зиялыларының шоғыры қалыптасты. Олар ағартушылықпен айналысып, біртіндеп ұлттық қозғалыстардың көшбасшыларына айнала бастады. Азаттық мәселелерін талдап, жариялайтын ұлттық баспасөздің негізін қалады. 1913-18 жылдары Қазақ газеті, 1907 жылы Серке газеті, 1911-1915 жылдары Айқап журналдары жарық көрген болатын. 20 ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының тобын екі топқа бөлуге болады. Ол бірінші топ либералды демократиялық бағыттағы Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов бастаған қазақ зиялылары және де революциялық демократиялық бағыттағы Сәкен Сейфуллин, Сейітқали Меңдешев бастаған қазақ зиялылары болып табылады. 1905 жылы 25 шілдеде қазақ зиялыларының арнайы съезі өтті. Бұл съезде қаралған негізгі мәселелер: орталық провинциялардан шаруаларды қоныстандыруды тоқтату мәселесі, қазақтар үшін жеке басқаруды ұйымдастыру, цензураны жою, мемлекеттік думаны шақыру және жөніндегі жобаны әзірлеуге қазақ депутаттарының да қатысуы. Сонымен қатар іс қағаздарды қазақ тілінде жүргізу мәселелері осы қазақ зиялыларының бас қосқан съезінде қаралған болатын. Бірінші және екінші мемлекеттік дума жұмыстарына қазақ зиялыларының қатысуы. Бірінші және екінші мемлекеттік думалардың құрамына барлық қазақ аймақтарынан депутаттар сайланған болатын. Олар жаңа аграрлық реформаны, қоныс аудару саясатын қайта қарау бойынша думада баяндама жасады. Екінші мемлекеттік думаның 1907 жылғы 16 мамырдағы жиналысында қазақ зиялысы Бақытжан Қаратаев қоныс аударудан қазақ экономикасына әсері туралы баяндама жасады. Бірінші дүниежүзілік соғысқа екі одақ қатысқан болатын. Ол бірінші Антанта, Ресей, Франция, Ұлыбритания және үштік одақ Германия, Италия, Австро-Венгрия. Соғыстың басталу себебі 1914 жылы 15 маусымда Сараевода австриялық тақ мұрагеріне қастандық жасалды. Бірінші дүниежүзілік соғыс жағдайындағы Қазақстан. Бірінші дүниежүзілік соғыстың Қазақстанға ықпалы. Ол біріншіден майданға қолдау көрсету мақсатында арнайы салық өсті. Арнайы әскери салық енгізілді. Егістік жерлердің көлемі қысқарып, нәтижесінде азық-түлік бағасы күрт көтерілді. Қазақстан өнеркәсібі тек әскери қажеттіліктер үшін жұмыс істеді. Сонымен қатар Қазақстан экономикасының құлдырауына үлкен өз әсерін тигізді. Қазақтарды майданға жұмылдыру. 1916 жылы 15 маусымда Орта Азия, Қазақстан және де басқа облыстар халықтарын қорғаныс құрылыстары мен әскери байланыстар салу үшін жұмылдыру бойынша патша үкіметінің арнайы жарлығы жарияланды. Осы жарлыққа сәйкес 19-дан 43 жасқа дейінгі еңбекке қабілетті ер адамдар жұмысқа қабылданды. Бұл жарлық 1916 жылы Қазақстан мен Орта Азиядағы ұлт азаттық көтерілістің басталуына себеп болған болатын. 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістің себебі: отаршылдық саясаттың күшеюі, салықтар мен алымдардың өсуі, бұқара жағдайының күрт нашарлауы және қазақ тұрғындарының тылдағы қара жұмысқа тартылуы. Көтеріліс ошақтары: Торғай өңірі жетекшісі Амангелді Иманов, Жетісу аймағы жетекшілері Тоқаш Бөкин, Бекболат Әшекеев, Сырдария өңірі жетекшісі Тұрар Рысқұлов, Орал өңірі жетекшісі Сейітқали Меңдешев және Ақмола өңірі жетекшісі Сәкен Сейфуллин.
Қазақ зиялыларының 1916 жылғы көзқарастары. Либералды демократиялық бағыттағы зиялылар Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсыновтар патша үкіметімен келісім бағыт ұстанды. Сонымен қатар, революциялық бағыттағы топ өкілдері Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұлов, Әли Бейженге дейін бастатқан бір топ қара жұмыстан алуға бас тартып, халықты көтеріліске шақырған болатын. 1916 жылғы көтерілістің тарихи маңызы. 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс отаршылық езгіге қарсы бағытталды. Бұл наразылық Ресей империясының іргесін шайқап, халық өзінің оянғанын көрсетті. Осы кезеңдерде алаш қайраткерлері оян қазақ деп ұран тастап, сол ұран, сол идеяның жүзеге асқанын 1916 жылғы көтеріліс толық дәлелдеді. 1900 Ресейдегі 16 жылғы ақпан төңкерісі. 1917 жылдың басында Ресейде жаңа революциялық жағдайында болды. Елде революциялық жағдай қалыптасты. 14 ақпанда большевиктердің шақыруымен Санкт-Петербургте 60 кәсіпорын ереуілге шықты. 25 ақпанда ереуіл жалпыға ортақ болды. 1917 жылы 27 ақпанда патша шенеуніктері тұтқындалды. Патша үкіметі құлады. Ресейде буржуазиялық демократиялық революция жеңіске жеткен болатын. Ресейдегі ақпан буржуазиялық демократиялық революциясының негізгі себептері. Біріншісі экономикалық себептері, аграрлық мәселенің дер кезінде шешілмеуі, бағаның өсуі, құнсыздануы, соғыс әсерінен экономиканың құлдырауы. Әлеуметтік себептері: күйзеліс, ашаршылық, майдандағы жеңіліс, тұрғындардың әлеуметтік жағынан қорғалмауы. Саяси себептері: патша үкіметі беделінің түсуі, үкіметке қарсылық әрекеттердің күшеюі, үкіметте буржуазия өкілдерінің болмауы. 1917 жылғы 27 ақпандағы буржуазиялық демократиялық революциясының нәтижесінде монархия құлаған болатын. Елде қос үкімет орнады. Ол уақытша үкімет. Реформа жасау арқылы капитализм дамыту. Бірінші дүниежүзілік соғысқа одақтастармен бар аяғына дейін қатысу. Патша үкіметі шеше алмаған мәселелерді шешу. Екінші үкімет жұмысшы солдат депутаттарының кеңесі. Олардың алға қойған мақсаты соғысты тоқтату, жерге жеке меншікті жойып шаруаларға беру, зауыт, фабриканы жұмысшыларға беру, ұлттардың өз-өзіне билеу құқықтарын беру мәселелері болған болатын. 1917 жылғы ақпан төңкерісін қазақ зиялылары қуанышпен қарсы алды. Осыған байланысты бостандық таң атты, қазағым көріңдер, араға ие басшының соңынан еріңдер, таң артынан хақиқат күн шығады, еріншек, жалқаулық әдеттен безіңдер деп Шәкәрім Құдайбердіұлы осы патшаның тақтан құлаған үлкен жаңалық іспеттес қылып айтқан болатын. Әлихан Бөкейханов: Ресей халықтары үшін туысқандық, теңдік және бостандық күні туды. Құрылтай жиналыс сайлауына әзірлену керек. Бірлік пен әділдік жолында күресіңдер деп ұран тастаған болатын. 1917 жылы 21-28 шілдеде Орынборда жалпы қазақ съезі өтті. Онда қаралған мәселелер: мемлекетті басқару, жер мәселесі, халық жасағын құру, білім беру, сот ісі, алаш саяси партиясын құру, Жетісудағы ашыққан халыққа көмек беру және құрылтай жиналысын шақыру. Алаш партиясының құрылуы. 1917 жылы 21-28 шілде аралығында бірінші жалпы қазақ съезінде Алаш партиясы құрылды. Ал 1917 жылы 5-13 желтоқсан аралығында өткен Орынбор қаласында өткен екінші жалпы қазақ съезінде Алашорда үкіметі құрылған болатын. Алаш партиясы 1917 жылы 21-26 шілде аралығында құрылды. Идеологиясы либералды бағытта. Орталығы Семей қаласы. Баспасы Қазақ және Айқап, Қазақ газеті және Айқап журналы. Алаш партиясы 1920 жылы 9 наурызда тараған болатын. Алаш партиясы әлеуметтік негізі ұлт зиялыларынан тұрды. Мақсаты қазақ халқын отарлық езгіден азат ету, автономиялы ұлттық мемлекет құру. Бағыты эволюциялық конституциялық жол. Жетекшісі Әлихан Бөкейханов. Мүшелері Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов,
Шәкәрім Құдайбердиев, Мұхамеджан Тынышбаев, Қарашев, Сұлтанмахмұт Торайғаров, Әлімхан Ермеков сынды қазақ зиялылары. Алаш партиясының бағдарламасы: бірінші, дінді мемлекеттен бөлектеу, оқуды жалпыға бірдей және ақысыз болуы, сот ісін қазақ тілінде жүргізу, жиналыс, сөз, баспасөз еркіндігі, әскери қызметті өз жерінде атқару, жұмысшыларды заңмен қорғау және жерді алдымен жергілікті халыққа беру. Саяси партиялардың құрылуы: Кадеттер партиясы, басшысы либерал-демократтар, 300 партиясы, басшысы Көлбай Тоғысов, Шура-ислами партиясы, басшысы Абдурашид Ханов. 1917 жылғы ақпан төңкерісінен кейін қазақ даласында осындай саяси партиялар құрылған болатын. Қоғамдық саяси ұйымдардың құрылуы: Қара жұмысшылар одағы Верный қаласында, қазіргі Алматы қаласы, Жанар атты ұйым Семей қаласында, Қазақ жастарының революциялық одағы Әулиеата қаласында, Жас қазақ ұйымы Ақмола қаласында, Талап жас арбакештер одағы Қызылжар қаласында және Жас жүрек Спасск руднигінде. Құрметті студенттер, осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды.